ертең сіз дүниеден өтіп кеткеннен кейін ең бірінші жоғалтатын нәрсесі не нәрсесі деген кезде атын жоғалтады екен ғой. Адам дүниеден өткен кезде жұрттың пікірін елеп жүргенімізде ме? жұрттың елеп жүрсің пікірін, бірақ жұрт сені уже атыңды атамайды екен. Мәйітті әкеп келіңдер дейді. Мәйіт қайда дейді. Мәйітті әкеп келіңдер. Мәйітті қойдыңдар ма? Мәйітті жуындырдыңдар ма? Мәйітті салдыңдар ма дейді. Сен атыңнан айырыласың да. Ең бірінші айырылатын нәрсе. Ал сол жұрт ары қарай кетіп, үйлеріне барып, киноларын, сериалдарын көріп отыра береді. Енді сол кезде сұрақ. Соның барлығы сол жұрт үшін өмір сүруге лайықты ма еді? Құдай үшін өмір сүруге сол лайықты. үшін сен кім үшін өмір сүр? Құдай үшін. Құдай разы ма? Істеймін. Құдай разы емес пе? Істемеймін. Ал жұрт ше? Ал жұрт айта береді. Өйткені мен сендер үшін істесем, ертең сендер мен үшін ештеңе қылмайсыңдар деген сияқты әңгіме. Сол үшін адам көп жағдайда жұрттың пікірімен емес, бәлкім өзінің де пікірімен өмір сүру керек. Мынандай нәрсе бар, Жасико. Адам кейбір кезде шешім қабылдайды ғой. Тіпті дінімізде де бар. Кейбір кезде дейді, сен бір шешім қабылдағың келіп тұрады дейді. Сол кезде бір ұстаздармен ақылдасасың, тәжірибелі кісілермен, үлкен кісілермен ақылдасасың. Сол кезде жүрегің бәрібір не істемейді. Жүрегің бір пікірлерді қабылдамайды, істегісі келмейді. Сол кезде мынандай сөз бар дінімізде. Истафти қолбак дейді. Жүрегіңнен пәтуа сұра дейді. Жүрегіңмен ақылдас дейді. Шынасы осындай нәрсе бар. Бізде ішің қаламай тұр дейді ғой. Иә, жүрегіңмен ақылдас дейді. Сөйтсе, кейбір кезде адам өзін де тыңдай білу керек те. Біз соншалықты жұрттың пікірімен өмір сүріп кеткенбіз, өзін тыңдамайды. Өзің не қалайсың сен? Өзің не істегің келеді, айтшы. Сен өзің жұрттың пікірімен өмір сүрем деп, өзің қаламаған жұмысты істеп жүрсің. Жұрттың пікірімен өмір сүрем деп, өзің қаламаған үйде, өзің қаламаған машинаны теуіп жүрсің. Өзің қаламаған көп істерді жасап жүрсің сен. Сен өзіңнен сұрадың ба бірдеңке? Өзіңнің жүрегіңмен ақылдастың ба? Өзіңмен просто не қалайсың деп ше?